Сәлем достар, жасымықтан, яғни чечевицадан нан жасауға болады дегенге сенесіздер ме? Өте жеңіл және де дәмді болып шығады. Ол үшін бізге жасымықты бір күнге салып қоямыз. 7 сағатқа салып қоюымыз керек. Мұздай суға салып, бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Мен бір түнге қалдырып, осылай қойып қойдым. Одан кейін жасымықтың үстіне 2 қасық қаймағымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Сұйық майымызды және де дәміне қарай тұзымызды қосып, разрыхителімізді салып, жасымықты жақсылап блендермен өткізіп езіп аламыз. Міне бізде осындай масса шығады. Дайын болған массамызды мен мына жерде осындай формаға салдым. Нанды пісірген кезде өте әдемі болып шығады. Дайын болған массаның үстіне мен ақ күнжіт пен қара күнжітті салып, қызып тұрған пешке 30-35 минутке дайын болғанша пісіріп алдым. Міне бізде жасымықтан ең дәмді, дәмі енді керемет болып шығады екен қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай керемет нандарды жасап комментарияға бөлісе кетіңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге ас болсын.